Достар, бүгінгі видеода өте жаман бір оқиға болды, достар. Мен жаман алданып қалдым. Осы видеода барлығын көретін боласыздар. Мені қазір полиция қызметкерлері ұстап алайын деп тұр. Так, жетелдер, что там, қалайсыңдар? Что там, мэр болуға желанияларың бар ма? Ой, конечно, бәріміз мощный айналып келдік. Сайлау болды, дайын. Сайлауларың болды, дайын ба, кәні? Так, қанша парақ жиналған? Так, 16 парақ жиналыпты. Болды, өзім шешіп, біреуіңді мэр қылып дайындаймын, түсіндер ма? Ой, Ринат айтпашы, ана мен алдында қайқа кетіп қалды ол. Ол түрмеге кетті, түрмеге бітті кәдімгі, на всю жизнь кетті ғой. Кезінде сол мэрді тура сендер сияқты болған нормальный адам. Кейін қуып кетпеңдер, қайсысы мэр болсыңдар түсіндер ма? Ой, болды, қатырамыз ғой. Давайте, в общем, бол тараңдар, короче, мен кеттім, мынаны сайлаудың нәтижесін шығарып, в общем, сендерге хабарлаймын ғой, қайсысың мэр болғандарыңды. Так, өз-өздеріңе дауыс беріп қоймаңдар, жынды ма? Так, мен YouTube хаусқа барайын, Айшоқ пен Дейлиннің келмегенде осымен 4-5 күн болып қалды, өзім жалғыз YouTube хауста жүрмін әлі. Так, мыналардың мэрге кім сайлауға түсетін, енді маған қарастырып, тез-тез сайлап тастау керек. Бүгінге тірлік сол. Өз комнатама барып сайлап тастайын оларды. Мыналардың есіктері ашылмаған, мынанікі вообще ашық қалып кеткен. Так, бұларды шатастырып алмай, кімнің қайлай болатынын негізі істеп алу керек. Так, тебе новое сообщение. Телефонға біреу жазып отыр ма? Так, Дейлин жазып отыр ғой. Не дейді? Мэрдің үйін жарыпса... Жындысың ба? Жынды ма мынау, Мэрдің үйін жарыпса деген несі? Бір екенде, достар, Дейлин сөйтіп жазып отыр маған. Жарыпса оғанда қалай болып екен ол? Жынды ма? Бірінші көріп білейші. Мэрдің үйін жарыпса деген несі? Ертең налар біреу мэр болса отырады ғой сояқта. Қазір көрейік, достар, не болып атқанын. Что-то Дейлинге бір бәле деп қойған ба мэр? Білмеймін, Дейлин маған достар сөйтіп жазып отыр. Үйін жарып тасташы деп. Так, есігі ашық тұр. Что-то бір бәле бар ма? Жоқ, бәрі тыныш. Что-то достар, білмеймін, не үшін Дейлин жазып атқан ше? Давай жар десе жарып тастайық онда. Как раз маған да өзім бір істейтін тірлік керек еді. Болды онда мэрдің үйін жарып тастаса десе, достар, жарып тастайық. Дейлиннің айтқаны заң, достар. Давайте, оп, бүйтіп жарып тастаймыз. Так, опа. Так, ол тез-тез жарып тастайық, достар. Басқа жерге кетіп қалмасын, басқа жерге жарып кетпесін. Ой, болды, мэрдің үйін жарылды, достар. Мэрдің үйін жарып тастадық, болды, осымен бітті. Так, енді кеттік біздер үйге қарай. Дейлинге жазып жіберейін. Так, болды, жарып тастадым деп. Так, Дейлиндар да бір ертең емес 3-4 күн деген ба келіп қалу керек. Так, сайлауларды ертең ба, кейін ба, бір істейм ойдым, что-то ше. Бұны қазір нәқа бір сұндық қойып, сақ қоям ойдым, мыналардың затын айтып бізе. Болмай атыр, так, нәқа сұндыққа сақ қойық. Так, мынаны теңтей бәрін бейт салып қоя саламыз. Болды, все. Мына Ринаттың басы істемей ма? Ай, сондай ау. Неменеге біздің үйін жартысады? Қандай сенің үйің? Ол менің үйім ғой болашақ. Қомаш, сенің мэр болуға әлі ешқандай дәлел жоқ қой. Может, мен болармын? Ай, көреміз сонда да. Білмеймін неменеге жарып тастаған тупой ма, жынды болып қалған ба, бір білесің ғой ше? Ай, не болса да көреміз енді. Так. Мэрдің үйін жарғаннан кейін өздері мыналарға айтуды ұмытып кеттім ғой, мэрдің үйін жарғанымды. Жиге айтпақшы, мен мэрдің үйін, короче, мэрдің, офисінің үйін жарып тастағанын көрген шығарсыңдар. Сол қуасың ба сен, не үшін жарасың? Тынышқан айтайын, Дейлин айтты жар деп, білмеймін, себебін айтқан жоқ әлі ше, бір нәрсе болып қалды ау. Қуама ол, жындыма біз ерте қаяқтың отырамыз мэр болсақ. Мэр болсаңдар, өздерің бір бәлесін қылып аласыңдар да, көресіңдер да. Болмаса, мэр өзім-ақ бойыншы, сендер болмай-ақ қойыңдаршы. Жоқ, біз боламыз. Біз болғанда мен болам. Әлі таласып тұрсыңдар ғой сендер. Бір мэр деген бір абыройлы нәрсе емес, негізше мен сендерге айтайын. Общем, солай жиги. Мен кеттім. Кеше ғана сендер барлығын таласып атқандар, грядкін жинамайтын болсыңдар ғой уже. Біз мэр боламыз ғой. Бәрің бірге мэр болмайсыңдар, біреуің ғана мэр боласың деп айттым ғой сендерге. Грядкіні жинап, еріншектерім ай, нағарамдаш досы. Айтпақшы, мен видео бастамадым ба? Так, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат, там қалайсыңдар достар, бүгін азаң мен достар, қараңдар, мэрдің үйін жарып тастады достар. Дейлин айтты маған, достар, жарып тасташы деп. Білмеймін, не үшін айтқанын әлі сұраған жоқ, ертең кейіннен түсіндіріп жатар достар. Так, енді қараңдар, алдында осы грядкіні жетелдер кәдімгі жинап өліп жатыр еді. Қазір достар ешқайсы жинамайды, өйткені сайлау болып жатыр достар, біздің ауылда мэрларға сайлау болып жатыр. Енді біздер деген қазір
сайлаудың нәтижесін істеп тастау керек. Тебе Так, новое ой, сообщение, человек. Дейлин тағы жазып отыр ғой. Так. Жетелдердің барлығын қуып шықшы. Жетелдер жынды ма? Не үшін? Ауылға ремонт істейміз. Ай, жынды ма мынау? Достар, Дейлин маған ауылдағы жетелдердің барлығын қуып шықшы деп жазып жатыр. Давайте. Жетелдер. Короче, сайлау нәтижесі болғанша айтпақшы сондай біздің ауылда заң бар екен ғой. В общем, ауылдан кете тұрасыңдар барлығың. Қуасың ба, не үшін? Ай, білмеймін ғой, сөйтіп айтып жатыр жоғарыдағылар. Короче, ауылда, в общем, сайлау аяқталғанша ешкім таласпай, ұрыспай, в общем, ауылдан кету керек екен. Жынды ма, біз қаяққа қонамыз сосын? Қалада туысқанымыздың жоқ қой. Ай, білмеймін, короче, қайтындашы бар. Қайтындашы кете тұрыңдар, мен бір бәле қылам сосын. Жынды екен ғой, жарайды, кеттік біз. Так, мен жетелдердің барлығын ауылдан қуып шықтым. Мен екеуі кетпегендер бар екендер, нервқа тиіп жарайды. Бұған Дейлин ештеңе демес. Тебе новое Так, сообщение, опа, человек. Дейлин тағы жазып жатыр ғой. Так, не дейді? Ринат, қалаға көшеміз бір аптаға. Компьютер, в общем, барлығын алып шық дейді. Қай алып шығамын? Жынды ма? Компьютерлерін барлығын алып шығуым керек па мен? Өлаш, достар, грузчик болып кеткенсің ғой. Давайте алып шығайық. Как раз қалаға кеткенге жүріп мен де. Қалаға кететін болдық қой. Так, компьютер, так, ноутбугын алайық Дейлиннің. Так, тағы не бар? Так, достар, сақ қойық. Так, инвентарға, так, айшуақтың креслосы, мониторы. И так, макбугын алып алайық. Так, өзімнің компьютерлерімді де алып алайын онда. Так, микрофон. Так, мына, все. Так, енді біздерде астыда Селди мен Ермұхандікі бар, я? Так, астыда, достар, Селди мен Ермұхандікін алайық, былай қарай. Так, Ермұханда бізде... Так, монитор. Так. Опа, алдық. Так, енді бізде Селдидікін алу керек. Селдидікі, мәні, Селдидікі қайта жеңіл екен, шүкіре. Селдидікі жеңіл екен, так, Селди микрофон... Ой, так, Селди микрофон алып аламыз. Бол, достар, онда біздер қазір мына заттарды барлығын далаға шығаратын боламыз. Достар, біздер қалаға көшейін деп жатырмыз. Баталық қалаға көшейін деп жатырмыз. Так, заттардың барлығын қойды айтсек аз. Так, опа. Так, гейммодты қойды айтшы. Мына Ермұханның комнатасы негізі сәл прикольный ше, достар. Қықына қараңдар, ешат қоны, Дейлин кезетті қараңдар. Так, бәрі бітті. Опо. Далада, мына братанның түрі қорқынышты ғой. Доставщик па, бұл кім? Так, достар, так деген сөзді айтпаймын, короче. Тек қазақша сөйлемесем. Мына жерде біздерге келіп қалыпты. Так, ой, емай, заттарды алып көшіп доставщик ба кім? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Алейкум ассалам. Заттарды алуға келдің, Дейлин жіберді мен. Сізді Дейлин жіберді ма? Я, осы заттарға көшірсу керек. Сен үйге кіре бер, мен өзім заттарды алып, короче, кет қылам. Болды, аға, точно көмек керек емес ба? Жоқ, керек емес. Болды аға, болды, смело ала беріңіз. Мына гейлиіңіз, бұрынғы Дейлиннің машинасына ұқсайды емес, мынау? Өбей. Мынау Дейлиннің машинасы ғой? Аға? Жоқ, оңға ұқсайтын машиналар көп қой. Солай ма? Болын, басты қатырмен кетші. Аға, чай сөйлеші. Мен ерегісудің қажет жоқ ғой, мынау. Түрі қорғынышты ғой, достар. Мен аша қара кетіп матшы, достар, чортыге мініп қалу кәдімді. Ё-майо. Мына братанда вух деп бол, дух деген вагон сияқты. Мына братан қаяға кетіп қалды? Уже жоқ болып кетті ма? Достар, бұндай адамдар бар ма не? Жаңа ғана тұр еді ғой? Артынан барып кетейші, мостқа қарай. Может, кетіп баратқан шығар? Неужели ана заттарды уже машинасына теп кетіп қалды ол? Так. Менің мына машинаның өзін андай көрсіп жүрді. Ананың машинасы кәшке зытатын шығар? Так. Опа, мұнауың вообще көрінбейді, достар. Мұнауың вообще көрінбейді кәдімгідей жоқ болып кеткен, прикиньте. Жынды екен ғой, мен жалғыз өзім жүріп жынды болып кеттім ба, или маған уақыт сөйтіп тез өтіп жатыр ма, или ана братан натуре доставщик па кәдімгі шеттесіз фык деп сап тастайтын. Өмірде не бір адамдар бар екен, бірақ ана доставщик братанның түріне ырза болдым. Түрін действительно қорқыныш екен енше. Мен мойындадым оның түрінше. Так, қойып қойық.
жарайды кеттік үйге. Мына комнатада ештеңке қалмады ғой, балдар, түк қалдырмады ғой. Біртүрлі екен, YouTube хауыстың ішінде компьютерлер жоқ деген. Тебе новое сообщение. Делин не Человек. дейді? Ауылды полный жар дейді. Жынды ма? Ауыл полный жалыныз? Неге? Пранк видео дейді. Өш, қандай пранк видео? Ауыл жарып. Айшуаққа істеймін дейді. Жынды ма? Оны өзі келіп істемей ма? Айшуаққа пранк істейін деп жатыр. Ауыл жүрмін. Айшуақ вообще келем дегеніне бір әлі 4-5 күн бар ғой, оған үлгереміз ғой. Шынында ше 4-5 күннен кейін бәріміз қалда болатын болса, ол ауылда болмайтын шығар. Ана Делин ауылды жар деп жатыр, достар. Ауыл жарамыз ба не? Достар, бірақ неғып бұл біртүрлі өзімді біртүрлі сезініп тұрмын ше. Так, динамит қайда? Динамитпен оны достар ауыл жарып шығайық. Так, огневала болайық. Жынды ма? Ауылды жар дейді достар. YouTube хауыстың ішін достар мен жарайын деп отырмын, ойлаңдаршы. Каждый комнатаға бір титан қойып шығайық онда. Өзім комнатам қимаймын. Жарайды, жарамыз. Ерімхан комнатасы 3 тип қойып кетейінші. Так, неға, опа, достар, Айшуаққа мощный пранк болайын деп тұр онда, Айшуақ кеп жыласа, еба, не болған деп ертек. Пранк деп шығамыз примерно. Так, кеттік алдан бәрі жарылал, кеттік ал, бастайық. Так, опа, кетті, жынды жарылып жатыр анау. Төбедегілер жарылмайым деп жатыр ма не? Төбедегілер жарылмайым деп жатыр достар. Аналар неғып жарылмай қалды? Жарылыңдар жынды ма? Так, төбедегілер жарыпсайық. Так, опа. Кетті. Жарылды достар. Жарып тастадым барлығын. Бітті ма? Так, на комнатак бітті ғой. Болды ма, бітті ма, жарылды ма? Жарып тастайық. Жаман қатып кетті ғой достар. Еумай, нағын қараңдар, YouTube хаус жарылды. Біздерге үйлерге де... Жынды ма? Нағын қойып кеткеніз. Динамит алып алайық. Динамитпен қазір жаратын боламыз. Так, мұна үйлерге де 3-4 тиын қойып кетейік. Бұлай жаңағы мердің үйі түзетіп табем қайттан. Жарайды, бұнда жаратын болды. Ақыр бүкіл жер жаратын болғанайын достар. Полный дым қалдырмай-ақ қойық онда. Так, бұлай. Офистарда кетіп жатыр ғой, примерно. Мүсіндегі дейін жарып тастау керек па? Бұлар да ауылға кіреді ғой, жарайды, жарып тастайық. Жалко достар. Жалко негізінде жалко, бірақ енді пранк видео үшін достар біздер ютубқа көп видеолар салуымыз керек қой. Делиннен қазір сұрамасам, не үшін жар деп жатсың, вообще чо за пранк ол? Айшуақ оған пранк екенін біліп тұр ғой, примерно деп айтайыншы қазір ше. Бірінші жарып алайын, сосын себебін біле жатармыз. Ол да босқа айтпаған шығар, ауыл жарып тастады деп. Бітті, нағын бәрін жарды қал. Так, болдым, бітті ма? Делинға жазып жіберейін, так мен так жардым деп жазып жібердім достар Делинға. Молодец дейді. Ауылдан қашып кетті дейді. Типа Айшуақ мені көрмеу керек қой, түсіндім достар. Жетелдердің барлығын қуып тастадым. Заттарды далаға қалда YouTube хаусқа беріп жібердік. Ауыл YouTube хаусты жарып тастадық. Енді болды, енді кеттік, қашып кетейік достар. Бізде бір жаққа тығылып отыра тұрайық, пранк деп бір кешке дейін отыра тұрамыз. Бірақ кешке бір балық бір бәле аулай тұрамыз енді удочкамен бірге. Ё-моё достар, не болды екен, ё-моё, Делин бір қызғаныш ұйымдастырып жатыр ғой деймін. Осы ше мен YouTube хаусты жарғызып, мощный Айшуаққа бір мощный пранк болады сияқты. Осы ше мен ауылда жүрген пайдаланып, маған YouTube хаус жарғызып, пранк істеткізіп, қызық болады сияқты ше достар. Сен кімсің? Мен хакермін. Хакер? Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен сенімен ойнап жүрмін. Ойнап жүрмін? Братан, түріңді ашшын, не мынау? Мен түрімді аша алмаймын. Сен менің тұзағыма түсіп қалдың просто. Братан, қандай тұзақ? Не деп тұрсың? Әлі миыңа жетпеді ма? Бар, кет YouTube хаусқа қарай бар. Сол түсінетін боласың. Жынды ма? Братан, кімсің сен өзі? Кейін түсінесің, барса YouTube хаусқа қарай. Жынды ма мынау? Қазір барам. Жынды екен ғой, не болып жатыр балдар? Так, жаңа Делин Айшуақ келет деп айтқан сияқты. Түн болды, чота ешқандай хабарлама келмепті менің телефоныма ше, одан кейін.
Емай, қазір енді көре жатармыз. Ема, мына жақта полицияның қызметкерлері жүр ғой? Не істеп жүр мыналар? Құрысына қолымдағы динамиткен мынаны лақтыра салайыншы. Ема, мына жақта толып жүр ғой, кім шақ... жаңағы мынау мені оятқан осы емес пе де? Достар, көздерің көріп тұр ма? Сол ғой примерно. Шақпас бұл не істеп жүр екен, не? Так. Не болып қалды? Полициялар не үшін жүр мына ютуб хауста? Оу, сен жаңағы емессің ба? Не істеп жүрсің? Сен мен әзілдескен қатынап болды маған. Ей, әзілдескен несі? Не айтып тұрсың? Күте тұршы, мен сенімен сөйлесем. Братан, ассалаумағалейкум, что там, не болып жатыр мына жерде? Ей, сен ба мына жақтың барын жарып кеткен, бізге вызов түсті. Мына жақта біреу ютуб хауста тонап ұрлаған дейді. Сен ғой сол камераларға түсіп қапсың. Ойбай? Мен осы жерде... Сіз қадетсін қалғансыз ғой. Мен осы жерде тұрам ғой, мен осы жердің... Осы документтің бәрі осы жақта, осы жақта үйім ғой мен, байық. Бұл үйде сен жалғыз ғана тұрмайсың. Қасындағы адамдардың барлығын заттарын ұрлап кетіпсің сен, сөйтіп шағым түсіп жатыр саған. Ойбай? Оны өйтіп шағымдаған кім? Бір бала, бетіне бір бәле киіп алған. Бір, білмеймін. Шашы сары емес па? Ермұхан емес па? Жоқ. Үстіндегі көк киіп алған бір бала емес па? Селди деген? Жоқ. Может, фиолетовый киіп алған Дейлин? Жоқ, ол емес. Он кім қалды онда ол? Может, кім шығар? Айшуақ па? Айшуақ та емес. Кім сонда? Бұл үйде басқа ешкім тұрмайды да ғой? Білмеймін. Сондай шағым келді саған. Братан, қашып кетпеймін, күте тұр. Ё-мойо, жаңағы балалар айтып отырған сен емес па? Шағым жағы жерге мына үйді тонат деп? Мен? Сен қуасың ба? Мен бұл өзім үй ғой. Сен вообще не отқанын білесің ба сен бұл жерде? Сен маған алданып қалғаныңды білесің ба? Мен әдейі Дейлин болып саған хабарлама жаздым. Ал сен болсаң анық қанығын білмей, маған сене салдың. Сол үшін зардабын өзің шегесің. Сонда маған жазған Дейлин емес, сен болып тұрсың ба? Әрине. Полиция қызметкер, бүкіл әңгімені естідіңіз ғой, ұстаңыздар мынаны. Нені? Братан, мына жаңа әңгімені естіп тұрсыз ғой? Сен вообще кіммен сөйлесіп тұрсың? Ешкім жоқ қой бұл жерде. Міне тұр ғой, міне мынау. Көрмейді ешкім маған. Жынды ма? Сен қалай полицияларға көрінбейсің ба сен сонда? Мен хакермін ғой. Мен ешкімге көрінбей жүрмін. Тек саған ғана көрініп тұрмын қазір мысалы. Ё-майо, ешақпас. Мен саған сендім ғой. Мен сен Дейлинде ойлап қалдым ғой. Ё-майо. Достар, звондап біле салу керек Дейлинға. Құрдан құр пранк деп ютуб хаусын жарып, заттарды какой-то біреуге беріп жедім ғой мен. Братандар, сендірейін. Братан, менде дәлел бол, Маған біреу ешақпас досымның атынан жазды, үйсіп істе деп ше. Мен соны пранк деп ойлап қалдым да, дос баламызға пранк ұстаймыз деп. Бағана ютуб хаусының алдына бір доставщик келді, доставщик емес па, білмеймін ше. Соған заттап беріп жүрмін, ананың түрі бірақ бандит. Мен сол жерде күмәнданғам негізше. Оны қазір, бізбен барып, сосын барып көрсесің видеоны. Ё-майо, достар, мен бәрібір дәлелдеп шығам, ё-майо. Мына хакерге алданып қалдым мен, ё-майо, өтірікші,